Құрметті достар, бүгін біздің қонағымыз мемлекет, қоғам қайраткері Ертаева Балбөпе Ғалымжанқызы. Балбөпе Ғалымжанқызы, сіз еліміздегі некенің, отбасының қазіргі жағдайын қалай бағалайсыз? Өте жақсы сұрақ. Әрине, әрбір кезең, әрбір заман өзінің талаптары болады, әрбір заманда, әрбір кезеңде дегендей, сол сияқты отбасына да, некеге де сондай әртүрлі талаптар қойылып жатыр. Енді егер біз отбасынан басталады деп айтатын болсақ, ең бірінші отбасындағы құндылықтарды, дәстүрді сақтап, отбасындағы әйел мен ер адамның арасындағы байланыс, бәрі де осы өмірдің заңы ол. Қалай бүгінгі таңда, қалай бүгінгі заманда жаңадан жасалып жатқан біздің қазіргі таңдағы талаптарымыз қандай, бұрын қандай болған, әрине арасы жер мен көктей. Біз кезінде өзіміздің таңдаған жігітімізге тұрмысқа шықтық, үй болдық, отбасын құрдық дегендей. Енді қазіргі заманда мысалы жастар ондай, енді оларда бірін-бірі танысып, сүйісіп дегендей тұрмыс құратын шығар. Бірақ та бүгінгі таңда айырылысу деген, қосылудан да гөрі айырылысу өте жиі кездесіп тұрады. Мен жақсы өзіміздің таныстарымда отбасыларын білемін, солай жақсы той жасап, үлкен той жасап, қыз бен жігіттің екі жақ құда болып дегендей. Кезінде бүгінгі таңда отбасының да болатын бір кейбір бірін-бірі түсінбеушілік деген болады, біріне-бірі көзқарастары дұрыс келмей қалады. Солардың, жастардың сол өте бір тез айырылысып, тез отбасынан ажырасулары әрине ол өте бүгінгі таңда қиын жағдай деп айтуға болады. Отбасында енді әсіресе жастар енді айырылысып қосылып жатады ғой, бірақ араларында бала болса, сол балаға келетін зияны көбірек. Себебі әкесіз өскен бала, немесе шешесіз өскен бала, ол енді өмірде көп нәрсені біле қоймайды, түсіне қоймайды. Сондықтан менің көзқарасым, отбасы мықты болу керек. Отбасын құрарда жастар өте ойланып, осы менің сыңарым бола ала ма, осыға мен жағдай жасай аламын ба отбасыма. Ертеңгі таңда отбасымды өзім жоғары дәрежеде көтеріп, сондай ойларды, бірінші соларды ойлап барып тұрмыс құрса жастар, міне сонда біздің отбасылық неке құру дегеніміз жаңа заманға талап болады. Балбөпе Ғалымжанқызы, неге қазіргі уақытта отбасылық құндылықтардың беделі төмендеуде? Елімізде осының әрбір отбасында деймін бе, енді әрбір отбасы деп айта алмаймын, жалпы ұлттық құндылықтарымызды біз қазір төмендетіп алдық. Ұлттық құндылық, отбасы құндылықтарының өзінің, ол да бір ұлттық құндылықтың бірі. Ұлттық құндылықтарымыз дегеніміз мынау біздің дініміз, тіліміз, білімдігіміз, біліктілігіміз, осының бәрі мынау ұлттық құндылыққа жатады. Егер де отбасында жақсы тәрбие алса жастар, әрине олар ешқандай сол дәстүрді бұзып, дәстүрге қарсы келіп, ешқандай енді басқа да нелер қателіктер жібермес еді. Сондықтан енді оның себептері қандай? Неге бүгінгі ұлттық құндылықтарымыз, отбасы құндылықтарымыз төмендеп бара жатыр? Біріншіден
көптеген жұмыс, жастар арасында көптеген жұмыстар жүргізу керек қой. Мысалы қыздың тәрбиесі, ұлдың тәрбиесі, осының бәрі өте қолға алатын мәселе. Біз қыздарымызды өте ару деп жоғары отырғызып, қыздарымызды сондай сыйлаймыз үйде. Қыз деген сөздің өзі әдемілікті білдіреді, әдептілікті білдіреді, имандылықты білдіреді. Қыз деген сөз инабатты деген сөз. Ал сол енді бір қазақта мақал бар, қызым үйде, қыздың қылығы түзде дейді. Сонда үйдегі қызбенен сыртқа шығып оқуға кеткен қыз, қаланың ішінде жүрген қыздың арасында көп айырмашылық бар. Өйткені ортаға байланысты. Сол құндылықтарды, мысалы, егер де ана сүтіменен қыз болсын, ұл болсын, бойына сіңіріп, қасиеттері, адамның қасиеттерін алып жүрсе, онда әрине құндылықтарымыз, біздің отбасы құндылықтары, ол отбасынан, үлкен отбасынан, кіші отбасына беріліп, үлкендерден жастарға беріледі. Сол сияқты көптеген жұмыстарды жүргізіп насихаттау керек. Бізде, меніңше, насихаттау жағы жастар арасында аз әлі. Біз ұлттық құндылықтардың не екенін, қайдан пайда болған, қай заманнан келе жатқан өте айта бермейміз. Себебі бәрі де қазір интернетте отырады, ғалами торда отырады, одан басқа әңгімелерді оқиды, ал қолдарына кітап алып, мысалы, Сейіт Кенжеахметовтың «Жеті қазына» деген 3 томдық кітабы бар. Немесе «Жеті жарғыны» білетін болса, сол 7 қазынада ұлттық құндылықтар, отбасы құндылықтары бәрі тіпті жазылған. Сол әр үйде болу керек деп ойлаймын. Сондай кітапшаларды алып, жастардың арасында үгіттеп отырсақ, түсіндіріп отырсақ, міне сонда біз құндылықтардың бізді жоймаймыз. Ал төмендейтін, жойылды деп айта алмаймын. Төмендейтіні енді сол ортаға байланысты деп ойлаймын. Қандай ортада қыз бала болсын, ұл бала болсын, қандай ортада жүр, қандай ортадан білім алып жатыр, соған байланысты. Балупе Глимжановна, сіз қалай ойлайсыз? Бәрі мәселе семьядан шығады? Әрине, тәрбие отбасынан. Бірінші, сол отбасында қандай тәрбие беріледі, отбасында қандай дәстүрлерді сақтайды, қандай құндылықтар бар үйде. Мысалы, домбыра болу керек, үйде, әдемі кітаптар болу керек, Құран болу керек қазақ отбасының үйінде. Ата мен әженің қолында бала, немерелер ата мен әженің әңгімесін тыңдау керек. Ата-аналарын сыйлай білетін, үлкенді сыйлай білетіндей, міне сондай көп әңгімелерді әрине біз отбасынан аламыз. Өзіміз өстік қой отбасында, мысалы, ата-анадан, әке-шешеден білім алып, тәрбие алып, сосын қоршаған ортамыз, ұстаздарымыз қандай, не айтып отырады ұстаздарымыз. Міне соның бәрі бүгін келіп сол ұлттық отбасы құндылықтарымызды көркейтуге, дамытуға үлес қосады деп есептеймін. Енді семья бірінші орында болса, екінші орын кімде? Енді отбасы, әрине, бірінші орында біз айтып отырмыз отбасы деп. Отбасының ішіндегі ата-ана, балалар, немерелері, отбасының дағы құндылықтар. Енді екінші орында тәрбие деп ойлаймын. Сол тәрбие, білім, білімділік. Мектеп шығар. Мектеп, білім. Мектеп, әрине, бірақ мектеп ол білім береді. Оны әрбір ұстаздың уақытыда бола қоймас. Енді әлгі класстық сағаттар дегендер болады ғой, сынып сағаттары. Сонда ғана айтылатын әңгіме бола ма? Көптеген ұлы тұлғаларды неге мысалға келтіру керек. Біздің Абай бар, Шәкәрім бар, жаңа осы жақында оқыдым, Абайдың әкесі Құнанбайдың өзі феодал, бай болған кісі. Бірақ қалай тәрбие берген сол Абайға? Абай жазуын жазып еткен кездерде тақпақтарын етіп әкесіне айтады екен:
мен міне абаймын, мен білімдімін, мені қазір халық таниды деп. Сол кезде Құнанбай әкесі айтқан: абай, сен бірінші мен сияқты сен сияқты ұл туғызып халыққа көрсете біл. Сонда міне сен абай деген атыңды нетесің деп. Сен сияқты ұл деп. Өйткені абай өзін нетіп жатыр ғой, мен мынадай некен деп. Шынында да тұратын кісі ғой ұл абай. Міне сол ол тәрбие. Сен асып кетпе, сен шекте шығып кетпе, өзіңді өзің мақтанып мінекей мен былай едім деп. Оның бәрі енді біздің қазақ жігіттеріне, қазақ қыздарына тән нәрсе емес. Өте сондай инабаттылық, имандылық деген біздің қасиеттеріміз болу керек.